Барлықтарыңызға сәлем. Жақсыгүлдің асханасы каналына қош келдіңіздер. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Бүгін біз картоппен сыр қосылған тіске басар жасайтын боламыз. Ең алдымен картопымызға суымызды қосып, дәміне қарай тұзын қоса аламыз. Бетін жауып пісіріп аламыз. Мінекей біздің картопымыз дайын. Барлығын алып шығамыз. Картопымызды езіп аламыз. Одан кейін үстіне дәміне қарай тұзын қосамыз, бұрышын қосамыз, және де 2,5-3 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Массамыз дайын болғаннан кейін сырды алып, өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Мен 4 бүршілеп турап алдым. Келесі кезекте бізге бір жұмыртқа қажет болады. Оны жарып алып, араластырып аламыз. Және де панировочный сухариді дайындап қоямыз. Алдын ала бір тарелкаға салып. Дайын болған массамызды тағы да бірнеше рет араластырып аламыз. Одан кейін дымқыл қолымызбен алып, дөңгелетіп, ішіне сырымызды салып, одан кейін жұмыртқаға саламыз. Одан кейін панировочный сухариға бір айналдырып алып, осындай әп-әдемі дөңгелек шарларымыз дайын болады. Алдын ала қызып тұрған сұйық майымызға картоптерімізді салып, 1 минуттан қуырып аламыз. Бүгінгі біздің тіс басарларымыз дайын. Осында қып-қызыл болып шығады. Ішіндегі сыры созылмалы. Егер де бүгінгі видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.